Ассалаумағалейкум бауырлар, бүгін бізде жаңа тақырып. Мен сіздерге өзімдікі немесе интернет желісінен алынған емес, ал Алдияр Әсетұлы досымның оқиғасын ұсынғым келіп отыр. Рұқсат болса жақсы да пайдалы сын пікірлер қалдыруларыңызды сұраймын. Ал егер сіздің де естіген немесе басыңыздан өткен, әлде ойыңызда шығарған оқиғаларыңыз болса, және оны басқа адамдар естігенін қаласаңыз, менің ВК группама қалдырсаңыздар болады. ВК группамның сілтемесін видео астына қалдырамын. Және де тағы бір сұрай кетерім. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Ол менің дамуыма әсер етеді. Үзбей қарағандарыңызға рахмет. Ал ендеше жайғасып отырыңыздар. Мен видеоны бастайын. Шамамен 20 жасымда қала шетіндегі шағын ауылда тұратынмын. Және ол ауылда көп қабатты үйлер мүлдем болмайтын. Тек мен тұрып жатқан үймен маған қарсы көрші үй ғана 2 қабатты болатын. Сол үйде бұрыннан көп балалы отбасы тұратын, шұбырған кішкентай балалар. Кешкі ата-анасы балаларын тастап тойға кеткен еді. Үйіне қамап, туыстарына тастап кеткен шығар деп ойладым. Сол күні кеш қарайғанда терезеден көршінің балалары жалғыз ойнап жүргенін көріп таң қалдым. Ешкім оларға қарап тамақ беріп жатқан жоқ па деп ойладым. Не болса да жағдайларын біліп тамақ беріп қайтайын деген оймен сыртқа шықтым. Ақырында балаларға жақындай бергенде арғы қабырғадан қап-қара болып киінген біреудің қарап тұрғанын байқап қалдым. Қорыққанымнан үйге қарай жүгірдім. Үйіме келген соң мені неше түрлі ойлар мазалады. Жаңағы бейтаныс адам кім? Балаларда несі бар? Бәлкім ол қылмыскер, я болмаса ұры шығар деген оймен далаға шығып аулада байлаулы тұрған итімді босаттым. Итім босай сала балалар ойнап жүрген аулаға қарай кетті. Бір кезде итім қатты үре бастады. Не болғанын білейін деп терезеге қараған сәтте қорыққанымнан қозғала алмай қатып қалдым. Жаңағы ұры деп ойлаған адам беті қан-қан, тістері өткір, тырнақтары ұзын мақұлық болып шықты. Қорыққаным сонша дереу полиция нөміріне қоңырау шалдым. Болған жағдай мен мекен-жайды айтқан соң 10 минутта боламыз деді. Телефонды қоя берген сәтте балалардың шыңғырған дауысын естідім. Көршілердің бәрі жиналған соң мен де ілесіп бірге бардым. Сол жерде көрген көріністен айқайлай жібердім. Ауласында итім бауыздалған күйге қаңсырап жатыр. Балалар болса қатты шошынып қалған. Артынша полиция қызметкерлері келіп үйдің айналасын тексеріп шықты. Балалар ойнаған ауладан күдікті айғақпен із таппады. Көп ұзамай балалардың ата-анасы да келді. Біз оларға болған жағдайдың барлығын айтып бердік. Осы жағдайды естіген ата-анасы қорыққандарынан естерінен танып қала жаздады. Ертесі күні көп балалы отбасы үйін сатып басқа қалаға көшіп кетті. Содан бері түнгі ұйқыдан айырылдым. Менің ойымша, итім балаларды әлгі мақұлықтан қорғамақ болған. Мақұлық итімді азаппен өлтіріп жатқанда балалар айқайлап жіберген. Балалардың дауысын естіп, көршілердің келе жатқанын сезген мақұлық оқиға орнынан із-түзсіз қашып кеткен.